Баршаңызға қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз банкіге жабатын күздік салат жасайтын боламыз. Бұл жерде ештеңені өлшемейміз, ештеңені жеке-жеке қуырмаймыз. Ендеше кеттік. Ол үшін бізге қызанақ, қырыққабат, сәбіз, пияз, болгар бұрышы, чеснок, аскөк және ашты бұрышта қажет болады. Міне бәрін турап алдық. Бәрін соломка қылып турадым. Енді үлкенірек ыдысқа қырыққабатымыз бірінші салып, сәбізімізді салып, сәбізді мен теркіден өткізген болатынмын. Болгар бұрышын бәрін салып аламыз. Толық рецепт описанияда қалдыратын боламын. Міне бәрін салып алдық, бірақ мен ыдысым кішірек болып қалды. Қазір үлкенірек ыдысқа салып, міне жақсылап тұрып бәрін араластырамыз. Өте дәмді шығады. Қыстың күні тіптім керемет болады. Борщ жасайтын болсаңыздар, банкіні ашып, сорпаңызға құя саласыз, болды. Сонымен борщ та дайын болады. Мені өстіп араластырып, 1 сағатқа, 40 минутқа ма, 1 сағатқа ма қойып қоямыз. 40 минут тұрды, мені көкөністеріміз кәдімгідей басылып қалды, капустамыз. Енді бұны кәдімгідей басылып, не қылып қалған. Енді бұны сұйық майымызды құйып бетіне, орташа отқа бетін жауып 20 минутқа қоямыз. Мені қайнап бастады. Қайнап бастағаннан бастап 20 минут бұқтырамыз. Бетін жабамыз. Қараңыздар, өзінің суы шығып, өз сөлінде өзі қайнайды. Өте дәмді шығады. Бетін жауып қойдық. 20 минут тұрды. Мені чесногымыз бен ашты бұрышымызды салдық. Аскөгімізді салдық. Қант. Сірке қышқылы. Рецепті описанияда төменде қалдыратын боламын. Міне тұз салдық. Міне суы шығып, қараңыздар, әдемі болып шығады. Қара бұрышымызбен лавр жапырағында саламыз. Сөйтіп араластырып, тағы да 5 минут бұқтырамыз. Одан көп емес, 5 минут жетеді. Міне 5 минут өтті, салатымыз дайын. Құрметті достар, каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Ауылдың келіндерін қолдап кетіңіздер. Сөйтіп, бұны банкілерімізге саламыз ыстықтай. Ескертетін нәрсе, бұны әдемілеп нығыздаңыздар. Ішінде ауа неғып кетпесін. Қасықпенен әдемілеп нығыздап, кәдімгідей банкі жапқан сияқты жабамыз. Міне өзінің сөлінде сөл әжептерім шығыпты, міне.
көп ненің қажет емес. Әрқайсысын бір-бірлеп қуырып жүрмейсіздер. Өте оңай салат және өте дәмді. Жаңағы орыстар айтпақшы, в собственном соку дейді ғой. Әбден нығыздап, прям бетіне дейін салыңыздар. Өстіп бәрін құйып алып, банкіге жауып тастадым. Банкі жапқанымды көрсеткен жоқпын. Міне дайын болды. Баршаңызға сәттілік. Осындай жапқан банкілеріңіз сәтті шықсын. Қыста рахатын көріңіздер. Міне менікі дайын болды. Бетін жауып қойдық. Ал жақсы, қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Сіздермен болған Дәмді ес каналы.